Қайырлы күн, құрметті көрермендер, желі қолданушылар және облыс тұрғындары. Бүгін адал көмек жобасы аясында Сатпаев қаласы білім бөлімінің басшысы Берік Базылұлы Ақышбековтың қатысуымен тікелей эфир. Добрый день, уважаемые зрители, пользователи социальных сетей и жители нашей области. Сегодня очередной прямой эфир в рамках проекта «Адал көмек». У нас в прямом эфире руководитель отдела образования города Сатпаев Ақышбеков Берік Базылович. Берік Базылұлы, қайырлы күн, және бүгінгі басты қозғайтын тақырыбымыз Сатпаев қаласының білім саласында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оны болдырмау мәселесі қалай жүзеге асырылуда. Сөз сізге. Қайырлы күн, қадірменді жерлестер, құрметті ата-аналар. Бүгінгі сіздермен онлайн кездесуде Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті антикорлаев жобасының аясында Сатпаев қаласының білім бөлімі азаматтық қоғаммен сындарлы диалог орнату мақсатында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған 2020-2021 оқу жылында атқарылған іс-шаралар туралы ақпаратты назарларыңызға ұсынамын. Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу мемлекеттік органдардың, мемлекеттік қызметкерлердің тұтастай алғанда қоғамның басты міндеті мен борышы деп білеміз. Осы орайда білім бөлімі мен сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған жұмыстар жоспар бойынша жүзеге асырылуда. Қазіргі таңда қала педагогтарының басты назарында еліміздің болашағы өскелең ұрпақ бойына сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, азаматтық ұстанымды қалыптастыру. Осы мақсатта Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің 12 наурыз 2018 жылғы нөмірі 04-677 хатына сәйкес білім беру ұйымдарында барлық білім беру мекемелерінде адал ұрпақ клубтары ашылып, бекітілген жұмыс жоспарларына сәйкес осы клубтар қызметі ұйымдастырылған. Қоғамда сенім атмосферасын қалыптастыру және жастарға өздерін жақсы адал тұлға ретінде тануға мүмкіндік беру мақсатында қала мектептерінде сатушысыз дүкендер ашылды. Бұл дүкендерден оқушылар өздеріне қажетті кеңсе тауарларын өздері сатып алып отырады. Бұл жоба арқылы өскелең ұрпақтың бойында адалдық, жауапкершілік қасиеттерін қалыптастыру көзделген. Парасатты азамат ақпараттық бұрышы жандандырылып отырады. Жоспар бойынша төмендегі іс-шаралар өткізілді. Шаг в общество без коррупции, требования закона, требования времени тақырыптарында сынып сағаттары, құқық, әділет пен парасат жолы, без коррупции с детства тақырыбында дөңгелек столдар, 9-11 сынып оқушылар арасында наш выбор, законное государство тақырыбында эссе жазылды. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменттің ұйымдастыруымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудағы және нығайтудағы отбасы институтының рөлін күшейту, балаларды тәрбиелеудегі ата-аналардың жауапкершілігін арттыру, сондай-ақ парасатты отбасы күндерін насихаттау, отбасы мүшелері арасында бауырластық, тілектестік, қарым-қатынастарды танымал ету мақсатында 2021 жылдың желтоқсан айында өткен парасатты отбасы облыстық конкурсына қаламыздың нөмірі 1 мектеп гимназиясының 3 А сынып оқушысы Бектемір Темірлан Ерланұлы ата-анасымен қатысып, жүлделі 3 орынды иеленді. Барлық білім беру мекемелерінің сайттарында, әлеуметтік желілердегі жеке парақшаларында ұйымдастырылған іс-шаралар туралы ақпараттар тұрғындар назарына жиі жарияланып отырады. Сонымен қатар барлық білім беру мекемелерінің бірінші қабатында оқушылар мен ата-аналар үшін құқық бұзушылықтың алдын алу, білім мекемелерінде заңсыз түрде ақша жинаудың алдын алу мақсатында сенім телефондары мен
сенім жәшіктері орналасқан. Білім бөлімі басшысымен осы мәселелер бойынша арнайы бұйрық шығарылып, мекеме басшылары жауапкершілігі туралы таныстырылған. Оқу жылы барысында оқушылар мен ата-аналар арасында сыбайлас жемқорлық фактілері орын алуы туралы сауалнамалар жүргізіліп, қорытындыланып отырды. Құқықтық жалпы оқыту бойынша ұйымдастырылған іс-шараларда үнемі жауапты тұлғалармен, құқық қорғау органдарының мамандарының қатысуымен ата-аналар, оқушылар және қала педагогтары үшін дәріс, ақпарат сағаттарда кеңестер беріледі. Білім бөлімінің қызметкерлері және ұйымдарының басшылары үшін өткізілген құқықтық оқыту мектебінің жұмысында белгіленген жоспар бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңдары бойынша түсіндірмелі жұмыстар жүргізіліп отырады. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында білім бөлімінде және барлық ведомстволық бағыныстағы ұйымдарында 2021 жылдың қаңтар айынан бастап қаржыландыру және бухгалтерік есеп 1С бухгалтерия жүйесіне көшірілді. Яғни бұл облачная бухгалтерия дейді. Әр мекеменің қаржысының қалай, қайда жұмсалған туралы ақпаратты көріп отырады кез келген адам. Барлық білім беру мекемелерінде QR код, яғни ашық бюджет тақталары орналастырып, онда әрбір білім мекемелеріне бөлінген қаржы және оның игерілу туралы мәліметтер салынып, қолжетімділігі қамтамасыз етілген. Білім мекемелері веб-сайттарында ашық бюджет бойынша барлық бөлінген қаражат, оның игерілу туралы ақпараттар жаңартылып, жарияланып отырылады. Сонымен бірге Кеншілер қаласында мектепке дейінгі мекемелерге кезектің үлкен болу мәселесіне байланысты тұрғындарда бос орындарды бөлу бойынша сұрақтар туындағанын, ата-аналар тарапынан кезектің өзгеруін, арнайы санаттағы тұлғаларға орындар беру тәртібін толық түсінбеуіне байланысты негізсіз күмәндану туындағанын. Осы аталған мәселені және сыбайлас жемқорлық қатерлерін болдырмау мақсатында мектепке дейінгі мекемелердің қызметін автоматтандыру жобасы енгізіліп, жүзеге асырылды. Аталған жоба бүлдіршіндерді мектепке дейінгі, яғни мекемелерге қабылдау үдерісін автоматтандыруға бағытталған. Кезекке қойған емес, сонымен бірге балабақшаға жолдама алу, қабылдау автоматтандырылып, мамандардың байланыссыз жүргізіледі. Яғни білім бөлімінің байланыссыз іске автоматтандырылған түрде жүзеге асырылады. Бұл жобада 90 сайын кезек бойынша өзгерісті және мектепке дейінгі мекемеге орын алған жағдайда SMS хабарламалар автоматты түрде жіберіліп отырады. Барлық мектепке дейінгі мекемелер топтардың толымдылығы жайлы, бос орындар туралы мәліметтер, кезектің жағдайы және мектепке дейінгі мекемелердің рейтингі туралы ақпараттарға білім бөлімі сайтында тәулік бойы қол жетімді. Мектепке дейінгі мекемелердің қызметтің жоғарыда айтылған Индиго 24 кз 2018 жылдың 1 қазанынан енгізілді. Сәтбаев қаласының білім бөлімі мемлекеттік мекемесінде адалдық алаңы жобасы аясында құрылған іс-шаралар жоспарына сәйкес жұмыстар атқарылуда. Аталған жоба аясында білім бөлімі мен қосымша білім беру мекемелерінің басшылары, мектепке дейінгі және жалпы білім беретін мектеп директорлары мен барлық педагогтар дербес жауапкершілік туралы міндеттеме және шектеулеріне байланысты арнайы құжаттармен таныстырылды. Қарағанды облысының адалдық алаңы жобасы аясындағы іс-шаралар жоспарында 2019 жылдың маусым айынан бері
қаламыздағы білім беру мекемелерінде бірінші сыныпқа құжаттарды қабылдау білім алу бағдарламасы аясында электронды автоматты нысанға көшіріліп, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес білім беру ұйымдарында құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау электронды форматта жүзеге асырылады. Білім саласында ата-аналарды толғандыратын мәселелер мен мемлекеттік қызмет көрсету стандарттары бойынша туындайтын сұрақтарға білім бөлімінің басшысы, яғни мен жалпы оқыту сұрақтары бойынша және мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жөніндегі сұрақтары бойынша бас мамандар адал көмек жобасы төңірегінде ұйымдастырып жатқан іс-шараларға әлеуметтік желілер бойынша тікелей эфир арқылы тыңдаушыларға әдістемелік көмектер көрсетілді. 2020-2021 оқу жылынан квазимемлекеттік сектор субъектілерінде балабақшалар мен қосымша білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметтері ашылды. Бұл қызметтер жұмысының негізгі мақсаты тиісті ұйымның және жұмыскерлерінің сол ұйымның Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылы туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету және осы бағытта іс-шаралардың іске асырылуына мониторинг жүргізу болып табылады. Бірінші басшы бұйрығымен білім ұйымдарында жауапты тұлға тағайындалып, лауазымдық нұсқаулықтарына қосымша міндеттермен толықтырылды. Сонымен бірге әрбір мекемеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметтері ережесі құрылған. Білім мекемелерінде жұмысқа қабылдаудың ашықтығы және қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында еңбек KZ және бөлімнің ресми сайтында бос жұмыс орындары туралы мәліметтер салынып, үнемі жаңартылып тұрады. Білім саласындағы сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін алдын алу мақсатында 2018 жылдан бастап білім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын, сондай-ақ мектепке дейінгі бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы нөмірі 83 бұйрығына енгізілген толықтырулар мен өзгерістер Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 14 мамырдағы нөмірі 202 бұйрығы бойынша аттестаттаудан өтетін барлық педагогтар ұлттық біліктілік тест тапсырады. Бұл іс-шараны Юстади жауапкершілігі шектеулі серіктестік Қарағанды облысы бойынша жүзеге асырады. Яғни бұның бәрі білім бөлімінің құзырынан бөлек, яғни ешқандай байланыссыз жүзеге асырылады. Білім бөлімінің және білім беру мекемелерінің веб-сайттарында барлық мемлекеттік қызметтің стандарттары орналастырылған. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша стандарттар, инфографика, ақпараттандыру тақталары ілінген. Мемлекеттік қызмет алушылардың компьютерлік сауаттылығын арттыру үшін білім мекемелерінде өзіне-өзі қызмет көрсету бұрыштары жасақталған. Ата-аналардың арасында көрсетілетін мемлекеттік қызметтің электрондық нұсқасы бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Жеке және заңды тұлғаларды қабылдау кестесі, бөлімнің сенім телефоны нөмірі ай сайын жергілікті Шарина газетінде жарияланып отырады. Білім беру ұйымдарының бірінші қабаттарында көрнекті жерлерінде оқушылар, олардың ата-аналары және педагогтар үшін
Қарағанды облысының білім басқармасының және қалалық білім бөлімінің сенім телефондары жазылған, арнайы стендтер ұйымдастырылған, олар қолжетімді. Сонымен қатар барлық жаңағы осы ақпараттарды осы телефондар арқылы алуға болатыны жазылған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті ұйымдастыруымен сыбайлас жемқорлықтан адал өңірлер жобаларының аясында білім беру ұйымдарының басшылық құрамға тиісті қызметтік үй-жайларды шағындандыру, ата-аналарға жақын және қолжетімді болу тапсырмаларын орындау үшін қаламыздағы барлық білім беру ұйымдары басшыларының кабинеттері 2019 жылы наурыз айынан бастап ауданы 30 метр квадраттан аспайтын және барлығы толығымен бірінші қабатқа ауыстырылып көшірілді. Сәтбаев қаласының білім бөлімінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру бағытындағы іс-шаралар жоспар бойынша әрі қарай жалғасып жүргізілетін болады. Назарларыңызға рахмет. Берік Базылұлы, сізге сұрағым, адал ұрпақ бойынша мысал үшін бүгінгі таңда бүкіл мектептерде жұмыс жүргізіліп жатыр ма? Ол бір. Екіншіден, ол жаңағы адал ұрпақ клубы дейміз ғой, мысал үшін. Соның құрамында қаншалықты мысал үшін бүгінгі таңда мысал үшін бүкіл оқушылармен қамтылған толық жұмыс қандай бағытта бүгінгі таңда, және де қандай ол жерде мысал үшін әлі сіздер жұмыстар атқаруларыңыз керек туралы жоспарларыңыз бар ма? Сұрақ өте орынды. Адал ұрпақ мектептерде құрамы әрине жоғары сынып оқушыларынан жасақталған. Оның құрамына тиісті белгілі бір сол мектептің әр жаңағы деңгейіне байланысты оқушылар қамтамасыз етілген. Олардың арасында жаңағы әр мамандыққа баулыған кәсіби бағдар бойынша болашақта қандай мамандығы бар деген соған ұмтылған жаңағы 10-11 сыныптың оқушылар қамтамасыз етілген. Жыл сайын ол адал жаңағы ұрпақ құрамы өзгертіліп отырады. Жоспарларға алдымызда біраз жоспарлар бар. Ол өздеріңіз жаңа жобада баяндамамда айтып кеттім ғой, жаңағы оқу жылы бойынша істелген жұмыстардың жаңағы көмегі, оның ішінде енді болашақта біз қай бағытта жұмыс істеу туралы қазір әр мектептің өздерінде толық анализ жасалып, келесі оқу жылына құрам қайтадан жасақталып, жаңа жүйелі жұмыс жүргізу мақсатында жоспарлар құрылған. Ол көбінесе жергілікті халықпен, ата-аналармен тығыз қарым-қатынаста болу, ата-аналардың ұсыныс пікірлерін ескеру, жаңа оқу жылындағы осы мақсаттағы, яғни ата-ана мен мектептің арасындағы кері байланыстың қандай деңгейде жүргізілетініне сараптама жасау, соған мақсатты жоспарлар құрылған. Яғни негізгі осы жергілікті халықтың, яғни ата-аналардың пікірін ескере отырып, мектептің әкімшілігіне жалпы осы сыбайлас жемқорлықтың кейбірде бір қандай да бір болмасын жаңа қауын болдыру мақсатында жұмыс жүргізу. Міне осындай мақсат жоспар қойылып отыр. Менен сіздерге бұл ұсыныс ретінде адал ұрпақ, өздеріңіз білесіздер, өскелең ұрпақты адалдыққа, жемқорлыққа қарсы тұру деген осындай бір бағытпен тәрбиелеу мақсатында құрылған болатын. Осыны ары қарай тағы да сіздер қолға алып жандандырсаңыздар, неғұрлым көп жаңағы біздің өскелең ұрпағымыз осы туралы қазірден бастап білім алса, осы туралы мысал үшін жаңағындай үгіт насихат кезінде мысал үшін өзіне керек ақпараттарды алса, ол жақсы деп ойлаймын. Қазірден бастап адал білім жарқын болашақ демекші. Мысал үшін сол себепті қазірден бастап адал білім алуға, адал кәсіп қылуға ұмтылу керек деп ойлаймын жастардың. Енді мен бір қояр сұрағым, мысал үшін өздеріңіз білесіз, ол министрлік тарапынан да қаншама рет көтерілген жұмысқа қабылдау бойынша және сағат бөлу тәртібі деген қалай жүзеге асып жатыр сіздерде? Өзіңізге белгілі, жаңа жоғарыда баяндамамда айтып кеттім, бізде әр мектеп басқа білім беру ұйымдары еңбек KZ сайтында өздеріне керек мамандықтарын беріп отырады.
мысалы мұғалімнен бастап мынау кіші қызметкерге дейін, күзетке дейін сол еңбек кезет арқылы, сосын біздің қаламыздағы мынау жұмыспен қамту орталығы, соларда барлығы сол базада отырады да, сосын жұмыспен қамту орталығында тіркелген, жұмыссыз жүрген азаматтарды жұмыспен қамту орталығының направление дейміз ғой, жаңағы сол направлениесі бойынша мектептерге қабылданады. Ол енді сағат бөлу мәселесі қазір осы өзіңізге белгілі, алдымызда жаңадан заң қабылданған, 18 сағат бұрын бір нагрузка болатын болса, қазір 16 сағатқа. Сондықтан сағат бөлу мәселесі қазір білесіздер, осы алдыңғы уақыттан бастап мұғалімдердің бәрі конкурс бойынша қабылданатын болады. Яғни педагог мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында да, орта білім беретін мектептерге де конкурстық деңгейде қабылданатын болады, жұмысқа қабылдану. Сондықтан жаңағы оның тәртібі қазір бекітіліп, алдыңғы уақыттарда бұқаралық ақпарат құралдарына беріледі, сол бойынша сосын ары қарай ережесі бекітілген, сол бойынша жұмысқа қабылданады. Яғни барлық педагогтар конкурстық деңгейде жұмысқа қабылданып, сосын біліктілігіне сәйкес, өзінің тәртіп, яғни тілеуіне сәйкес сағат бөлінетін болады. Оның бәрі ашық түрде жаңағы мектептердің өздерінің арнайы сайттарында хабарландыру арқылы беріліп отырады. Яғни қаладағы халық кез келген көріп отыру керек, кімді жұмысқа қабылдап жатыр, қандай деңгейдегі мұғалім деген сияқты. Яғни оның бәрі конкурстық жаңағы рәсімдеуден кейін шешім қабылданатын болды сағат бөлу. Сағат бөлу әрине ол ашық деңгейде, мұғалімнің кәсіби деңгейінде біліктілігіне сәйкес берілетін болады. Біз осындай мақсат қойып отырып, барлық мектептерге, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына. Енді қояр соңғы сұрағым, директорлар тағайындаулар бойынша тағы да өзгерістер бола ма екен? Себебі бір директорлар 4 жыл 5 жыл сайын ауысса, біреулер 10 жыл 20 жыл бір орында отырады. Себебі нақты ереже болмағаннан кейін. Өте дұрыс қойып отырсыз. Өзіңізге белгілі заң қабылданған қаңтар айынан бастап. Қазір сол директорлерді ротациялау туралы заңның аясында тәртібі бекітіледі. Сол тәртіппен жаңа конкурс процедура екеуі, мен жаңа төменде айттым ғой, жарияланғаннан кейін ротациялау енгізіледі. Оны өзіңізге белгілі бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарында, интернет ресурстарында жарияланып жүр. Яғни 5 жылдан аса отырған директорлердің бәрі ротацияға жататын болады. Ол жерде бір жылда жаңағы бір мектепте 5 жылдан артық отырса, ротацияға жатады. Бұл өзі қазір бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып, талқылануда осы алдыңғы шілде уақытқа дейін, шілде айына дейін ережесі бекітіледі. Сол ереже бойынша ол жерде мысалы жаңағы ол жерде пенсия жасына таяп қалған директорлер бар мысалы. Соларға мысалы олар сол пенсия жасына келгенде өздері ары қарай жұмысты жалғастырмайын деп өтініш береді да қалдырылады. Міне осындай ережелер қазір бекітіліп жатыр. Ол алдыңғы уақытта бізге жоғарыдан бізге жібергеннен кейін сол арқылы барлық мектеп директорлері 5 жылдан жоғары отырған ротацияға жататын болады. Біз оны ескертіп, уже хабарлама бердік, ауызша әрине. Оның бәрі мектеп директорын тағайындау конкурстық негізде, өзіңіз білесіз, сосын алдыңғы уақытта сол конкурстық негізде қабылданатын болады. Берік Базылұлы, бүгінгі тікелей эфирге қатысқаныңызға алғыс білдіреміз. Құрметті көрермендер, сұрақтарыңыз бен ой пікірлеріңізді тікелей эфир астына қалдырып кетсеңіздер болады, міндетті түрде жауап беріледі. Баршаларыңызға рахмет, келесі эфирде жолыққанша. Рахмет.